Ассалаумағалейкумдер, армысыздар. 21 жылдызы желтоқсан айының бұйырса енді бір 10 күннен кейін ба жыл ауысады екен. 2020-да бітіп қалды. Уақыт зымырай деген ғой. Қазір далада жобамен 2-3 градуста салқындық бар. Жел, қар Жаңаөзен қаласында. Бірақ жайлап еріп атқан да сияқты қарлар бар ғой. Биыл жауған, жайлап жауған қардың өзінен келесі жылға мал азығы болады ғой, жер көк дейді. Жердің ылғалы мол болса, малға пайда дегендей. Ауыл шаруашылықтағы кісілерге нұр үстіне нұр болады. Сіздерде ауа райы қалай болып жатыр басқа қалалар жақтарда? Соны комментарийға жаза кетіңіздер. Енді бұны Жаңаөзен, Маңғыстаудың өзі қарамайды ғой. Қазақстанның жер-жерінен қарауы мүмкін. Солай, сосын комментарий жаз деп атқаным. Сіздерде ауа райы қалай? Ақтөбе жоғары жақтарда 20 градустың үстінде болу керек, минус. Мана бір байқап қалып едім осы не ауа райыны қарап отырып. Жайлап қар жауып отыр. Алдында да бір рет жауды да, осы еріп кетті, осындай болып жауды да. Сол. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйлеріңіз жоғары ма деп сіздермен әңгімемді айта берейін де. Төменгі подписаться басып қойыңыздар, қоңыраушаны басып. Өткен алдағы түсетін шығатын видеоларды бақылап ең бірінші болып көріп отырасыздар. Қандай видеолар шықты. Сосын комментарийға осындай жөнінде видео түсіріп жазсаңыздар, нұр үстіне нұр болып көреді. Өйткені сіздер айтып отырсаңыздар, мен шабыт алып отырамын да, сондай жөнінде видео түсіруге мен тырысамын. Сол сіздердің айтқан тақырыптарыңыз жөнінде комментарийға жазыңыздар. Алдағы уақытта қандай видеолар түсіріп отырайын, сонда комментарийға жаза кетіңіздер. Осы мынау биыл тротуар салынды. Мына жерге тротуар. Мынау асфальт көше. Тағы не айтамыз енді, айта берсең сөз көп. Комментарий жазыңыздар, төменге подписаться басыңыздар. Комментарий жазып отырсаңыздар, біз шабыт аламыз. Подписаться басып, сөйтіп отырып, осылай қылсаңыздар, мен шабыт алып отырамын да, алдағы уақытта сіздердің арқаларыңызда. Сосын сіздерге арнап мен видео түсіріп отырамын. Осындай тақырыпта деп кеше Қызылтөбе жайлы видео түсіргенмін. Соған енді кемінде 100-ге жетіп қалған. Комментариялар саны 100-ге жетіп қалды да. Енді әр адамның пікірі әртүрлі ғой. Қызылтөбе атауы қайдан шықтыған деген көбісі әртүрлі жазыпты. Рахмет ол кісілерге, жазып атқан кісілерге. Енді әркім өзінің білгенін айтып жатыр ғой. Сол сияқты сіздерде комментарий жазыңыздар, подписаться басыңыздар. Төменге көңіл күйлеріңіз қалай, онда жазыңыздар. Қазақстанның басқа жерінен қарап отырсаңыздар, сіздерде ауа райы қалай болып жатыр, онда жазыңыздар. Алматы жақ бар, Тараз, Шымкент, Жамбыл, солтүстік Қазақстан жақтары бар. Сол, мына алдымыздағы бос жатқан жерлер, олар үй салуға негізі берілетін жерлер болу керек, жобамен. Сондай. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Төменге подписаться басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.